Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Келесі видео рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться деген кнопканы басып қойыңыздар. Ал бүгінгі видеода біз ең дәмді панкейктерді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа, 90 грамм қант қажет. Қантын ерітіп араластырып аламыз. Комнатный температурада тұрған сүтімізді құйып, қайтадан араластырамыз. Дайындап қойған 250 грамм ұнымызға 1,5 шай қасық разрыхлитель қосып араластырамыз. Енді осы ұнымызды сүтке қосып миксерлейміз. Міне бізде осындай бір келкі сұйықтық шығады. Енді қызып тұрған табамызға кішкене май жағамыз, сұйық май. Егер табаларыңыз жабыспайтын болса, сұйық май жағудың қажеті жоқ. Негізі панкейктерді сұйық майсыз ештеме жақпай пісіреді, ол негізі жабыспайды. Менің табама жабысатын болғандықтан мен кішкене сұйық май жақтым. Осындай пузырьки шыға бастаған кезде бірден ауыстырамыз. Сол кезде осылай әдемі болып көтеріледі. Іші піспей қалады деп қорықпаңыздар, міндетті түрде піседі іші. Осы рецептпен 40 штуктай панкейктер шығады. Міне ортасының барлығы пісті, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Панкейктерді қаймақпен, вареньемен жеген өте дәмді. Рецепт ұнаған болса, маған подписаться етіп, әр видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.